Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте тойымды әрі майсыз пирожкиді пеште пісіретін боламыз. Бұл өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Біз картоп қосып жасадық, ал сіздер қалауыңызша кез келген начинкамен жасай берсеңіздер болады. Қамырын дайындау үшін алдымен жылы сүтке тұз, сода, ашытқы және жұмыртқа қосып бір араластырамыз. Одан кейін қант пен сары майды қосып, және бір араластырамыз. Үстіне ұнды електен өткізіп қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды 1 сағатқа тындырып қоямыз. Бір сағаттан соң бір қайырамыз, сонда қамырымыз жақсы көтеріліп пісетін болады. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін суға піскен картопқа тұз бен дәмдеуіштерін қосамыз. Үстіне қуырылған пияз бен піскен жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Енді дайын қамырды бөліктерге бөліп, видеода көрсетілгендей етіп, пирожки формасын жасаймыз. Үстіне жұмыртқа сарысын жағып, 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Міне достар, пирожки дайын болды. Осылай көтеріліп, әдемі болып пісті. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.